Министр Қайырбек Өскенбаев азаматтарды кезекті қабылдау өткізді. Қабылдауға Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент және Орал тұрғындары жазылды. Өңірлерден келген өтініш берушілер индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі басшысына Zoom байланыс платформасы арқылы жүгінді. Елордалық тұрғын Гүлназ Сәкенқызы Қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы лауазымды тұлғаларының абайсыздығына, дөрекілігіне және әрекетсіздігіне шағымданған. Министрден жағдайды анықтап, оның құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін қажетті шаралар қабылдауды сұрады. Я хочу по закону, чтобы сейчас с этим делом занялись, и чтобы на дорогах не страдали люди. Действительно, если мы платим налоги, соответственно, что пусть они обеспечивают качество дорог. Почему на дороге гуляют дикие животные? Вопрос. Почему гуляют на дорогах дикие животные? И почему не обеспечивают нас безопасностью? Почему мы страдаем на дорогах? Хорошо, biz birinchi sizga кездесіп отырмыз қазір. Siz маған әлі шыққан жоқсыз. Мен бүгінгі министрдің тапсырмасынан кейін ертең сізбен кездесейік. Барлық мәселені заң аясында шешейік. Публичный извинение қажетті болса оны беруге дайынбыз. Барлығын соттың шешімін біз орындаймыз. Шымкенттік Төлебай Қараменов жаңа шағын ауданда көп пәтерлі үйлердің сапасы салынуына шағымданды. Оның айтуынша, тұрғындар кәріз және су құбырларымен байланысты проблемаларды бастан кешуде, ал ол тұратын үйде жылу жүйесі дұрыс жұмыс істемейді. Тұрғын үйге мұқтаж ретінде әкімдік кезегінде тұрған зейнеткер Марат Шаханов Алматыда халықтың әлеуметтік осал топтар үшін пәтерлер салуға қаржыландыруды ұлғайту туралы мәселені көтерді. Оралдан байланысқа шыққан өтініш беруші Талғат Досмағамбетов тұрғын үй саясаты бойынша бірқатар сұрақтар қойды. Сондай-ақ Батыс Қазақстан облысындағы автомобиль жолдарының жай-күйі мәселесін көтерді. 3-ші мегаполистің кәсіпкері Дархан Алтынбеков қауіпті жүктерді тасымалдауға қатысты сұрақ қойды. Қазір сізге түгел түсіндіріп береді, керек болса, екі заңға да, или бір заңға да өзгерістер енгіземіз. Ол шында да жаңағыдай шектеулер туындап отса, бір заңға екінші заң қайшы келіп отырса, керек болса екеуіне де өзгеріс енгіземіз, халыққа ыңғайлы болсын деп жасаймыз. Жарай ма? Ол министр мырза, мен түсіндім министр. Кейін министр мырза. Қазір сізбен бүгін хабарласады. Осы неден шыққаннан кейін бір жарты сағаттың ішінде хабарласады. Рахмет министр мырза, Алла разы болсын. Істеріңізге сәт, Аллах берекесін берсін. Министр азаматтардың өтініштерін мұқият тыңдап, әр салаға жауапты адамдарға жағдайды мұқият түсініп, әділ заңды шешім қабылдау туралы тапсырмалар берді.